Жауға барсаң бәрің бар, дауға барсаң бірің бар дегендей, рулы елден шығатын батыр әдетте жалғыз жарым болмаған. Алдағыға еліктеп, арттағыға үлгі-өнеге болатын үдеріс әсіресе жоңғар шапқыншылығы кезінде игі дәстүрге айналған. Сол дәстүрдің бір айғағындай болып, Қанжығалыдан қарт Бөгенбай шыққанда, оның өкшесін басқан батырларды аз болмаса керек. Қанжығалы руының Жантай, Үйсінбай, Арқандар атты ағайынды 3 батырының жойдасыз ерлігі кезінде исі қазақтың қайратын жаныған. Жолбарысты ердің ер алады, болмаса ағайынды екеу алады деген рас сөз. Қанжығалының 3 батыры тізе қосып ұрыс салғанда, қамалдай болып қарсы келген жауды қоғадай жапырушы еді дейді. Әсіресе өңнің сұстылығына қарай Қара Бұжыр деген қосақ аты бар Жантай батырдың ерен ерлігі аңыз боп тараған. Жантайдың жойқын батырлығына Абылай хан ерекше сүйсініп, елдің шетіне, желдің өтіне, жаудың бетіне тұтқан қорғаным, қайраулы қара қылышым деп отырады екен. Шынында да Қанжығалы Қара Бұжыр Жантай әлекедей жаланған 500 қолды бастап, үнемі алғы шепте, тоспада жүретін болыпты. Жаугершілік заманда жаудың алдын торып жүру оңай емес. Айламен алып, қайратпен жеңетін қатал міндет. Бірақ Жантай жаудан жалтаруды білмесе керек. Қандай қиын қыстау кезде де қалмақтың қарасынан көз жазбай, қопарыла қозғалар болса, алдымен Жантайдың қол тоспаға шығып отырған. Жантай сияқты даңқты ағасын Үйсінбай мен Арқандар арқа тұтады. Арқа тұтқан соң да қалмақтың қасынан қорықпай торауылдап, шеттеп қонған күреңнен олжа түсіріп қайтып жүреді екен. Сол әдетпен бір күні Үйсінбай батыр 3-4 түйе олжамен оралыпты. Ауылға жете бергенде қарсы ұшырасқан інісі Арқандар еркелеп, сауға десе керек екен. Сонда інісін қайрағысы келген Үйсінбай, сауғам жоқ, қалмақта не көп, түйе көп, денің сау, қол-аяғың бүтін, өзің барып ал, деп жүре беріпті. Ағасының әзіл сөзін көңіліне алып, намысқа булыққан Арқандар жанына серіктерін ертіп жауға аттанады. Сол бетінде қалмақ күреңінің қарасы көрінгенде тізгінді бірақ тартады ғой. Баспалап қараса, желдеп жайылып шыққан бір кере түйені көреді. Күреңнен қара үсіп ұзадау деген кезде түйе келесін сырғыта қақпалап айдап жөнеледі. Жаугершілік кездің көзі қырақ емес пе? Қалмақтар түйесіне жаудың тигенін сезіп қалып, қуғыншы шығарады. Өкшелеп келіп қалған қуғыншыны көрген Арқандар серіктерін оздырып жіберіп, өзі тоспада қалады. Алғашқыда жалғыз жарым қуғыншы болса бетін бір қайтарып тастайын деп қарсы алған Арқандар жау қарасының көп екенін көреді. Арқандардың тәуекелге бел буып, қуғыншыны жалғыз қарсы алудан басқа айласы қалмайды. Сарт-сұрт ұрыс басталып кетеді. Бұл екі арада қуғыншының күшінің басымдығын байқап қалған Арқандардың 7 серігі түйелерді тастай салып көмекке ұмтылады. Бірақ бұлар жеткенше саны көп қалмақ Арқандарды қаумалап қоршап, найзамен шабақтап кетеді. Жақсы көретін інісінің ойламаған жерден мерт болуы Жантай мен Үйсінбайды қатты күйзелтеді. Морт мінезі Жантай, не өлемін, не жаудың қанын ішіп Арқандардың кегін қайтарамын деп 500 қолымен атқа қонады. Бұл жорыққа Жантайдың ер жетіп қалған баласы Тоқыш пен інісі Үйсінбай да қосылады. Жантай батырдың інісінің өлімі аяқсыз қалмайтын білген қалмақтар да дүрлігіп, 10 000 қолмен қарсы алады. Осы жолы ашу үстінде шолғыншы серіктерінің бірі: «Жақа, жаудың қарасы көптеу екен, артта келер күшті күтсек қайтеді» десе, Жантай былай жауап беріпті: «Жаумен санап соғыспас болар. Сондықтан жауға
қарсы шығамыз депті. Қалмақтың мұздай құрсанған 10 000 қолына Жантайдың 500 сарбазы жанынан түңіліп қарсы шабады. Бұл соғыс қазақ пен қалмақтың бірдей жан түршіктірген, қан қақсаған қырғын болыпты. Соғыстың дәмін татып жүрген Жантай батырдың сарбаздары ұрыс басталғаннан ақ бас-басына 20 қалмақтан келетін бірден болжайды. Мұндайда түйілген жұдырықтай болып, араға жауды кіргізбей соғысу қажет. Мұны жақсы білетін сарбаздар қоралана тұрып, құжынаған қалмақтың баса көктеуіне мүмкіндік бермей, кезекке қойып соғысқандай діңкелетеді. Жан алып, жан берген соғыстың қан қызу бір сәтінде Үйсінбайдың қарнын қылыш сойып кетеді. Сонда тілінген қарнын шалғаймен басып, бір қолымен ұрыс салып жүрген Үйсінбай ағасына: «Жантай батыр, қарын жарылса тірі қалуға бола ма?» деп сұраған екен. Ұзақты күнге созылған шайқас Жантай батыр 8 серігімен қалады осы соғыста. Оның біреуі Жантайдың баласы Тоқыш болса керек екен. Соғыстың аяқталуына көзі жеткен Жантай астындағы торы тұлпарына баласы Тоқышты мінгізіп: «Тоқыш балам, мыналар болмады ғой, енді кегімді алар ешкім қалмас. Бұзып шықта елге жет» депті. Содан қолынан қылышы түскенше қалың жаумен жалғыз арпалысып Жантай жойдасыз ерлік көрсетсе екен. Осы соғыста әбден селдірей сейреген қалмақ жауынгерлері еліне жеткенде қазақтардан жеңіліп қалдық деп келіпті. Қара бұжыр Жантай батырдың қалай мерт болғанын естіген Абылай хан: «Тасқа шапса кетілмейтін қайраулы қара қылышым-ай» деп күйіне қайғырған екен. Содан Абылай ханның өзі бас болып Жантай батырды арулап қояды. Батырдың әруағы риза болу үшін торы тұлпарын тұлдап, жал құйрығын күзеп, жылына соятын етіп бос қоя береді. Қайғыны қайратқа жеңдіретін жаугершілік заман емес пе? Аласапыран күндер бірінен соң бірі өтіп жатады. Талай рет дабыл қағылып, талай рет шаңды жорыққа шығып, талай ерлер шәйіт болып, талай рет жеңіс туы желбірейді. Күндердің бір күнде Абылай хан ордасына қосын жинап, шеру тартып, кезекті бір жорыққа аттанбақшы болады. Жорық алдында әйгілі батырлар хан ордасына жиналады. Ереуіл аттары кермені сүзе тартып, ерлерді қан майданға асықтырғандай тықыршиды. Осындай шақта орда сыртынан ат дүбірі шығып, іле күмбірлей кісінеген дауыс естіледі. Хан ордасына атпен келу рәсімде жоқ. Абылай хан бастаған батырлар мен билер елең етісіп, сөздерін тия қояды. Сол екі арада әлденеге елегізгендей үнмен тағы да кісінеген дауыс естіледі. Төлеңгіттердің бірі ордаға кіріп: «Хан ием, Жантай батырдың тұлданған аты ғой, жорық дүбірін сезіп, иесін іздеп жүрген секілді» дейді. Осы кезде Жантай батырдың торы тұлпары құйрығы сабаудай болып орданың алдынан ойқастай өтеді де, батырлардың аты байланған үйреншікті кермеге барып тоқтайды. Сонан соң ішін тартып тағы да бір қоңыраудай көмпірлеп кісінейді. Күтпеген көрініс ордағылардың есіне Жантай батырды түсіріп мұңайтып тастайды. Сонда Абылай хан да көзі ботадай мұңайып: «Қайран жетім торы иесін сағынған екен ғой. Бізге де керек еді-ау» деген екен. Абылай ханның жетім торы атты күйінің дүниеге келуіне осы бір оқиға себепші болыпты дейді.